Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын майонез жасаймыз. Барлық ингредиенттерді блендерға саламыз. Жұмыртқамызды, қантымызды, тұзымызды, горчицамызды, майымызды және лимонның согын салып, осылардың барлығын жақсылап қоюланғанша блендермен айналдыратын боламыз. Бұндағы басты шарт біздің барлық ингредиенттер бөлме температурасында болу керек. Егерде кейбір ингредиенттеріңіз тоңазытқыштан шыққан болса, дұрыс егерде майонезіміз шықпай жатса, қорқатын ештеңкесі жоқ. Сол қалпында қоя тұрамыз. Бөлме температурасына дейін жылынған кезде қайтадан қоюланғанша айналдыратын боламыз. Бұл майонезді дайындау үшін осындай блендерда, батырмалы блендерда, тіпті миксерде де пайдаланса болады. Нәтижесінде мынандай қою дәмді майонез дайын болады. Бізде дәнді горчица болғандықтан майонездің ішінде кішкене дәндері бар. Езілген горчица пайдаланған жағдайда бұндай дәндер болмайды.